Таймер қосылды, видео кетті. Қайырлы күн, құрметті жазушылар, достар. Мен сіздерге бүгін біраз үлкен сабақ өткізсем ба деп ойлап отырмын. Бүгінгі біздің өтетін полный дауыс аппараттарының құрылысы мен олардың жұмысы және ол вақыттарда дауыс аппараттарына дауыс регистрлары кіреді. Регистр деген өте үлкен изучение, да? Бізде грудной, chest voice деп айтып жататындар болады. Belting ортаңғы дыбыстар болатын болады, маскада резонаторда айтатын. Кейіннен бізде перелом кетіп, головной голосқа кетеміз, фальцетке. Олардың ортасын шаптап, клейлеп, араластырып, миксетке тығатын боламыз. Belting деген техника бар, вокальный крик деп айтады, народный крик деп айтады. Оның өзі фальцетпен араласып, миксетовый белтинг болып шығатын кездер болады. Ал миксет жай ғана белтингка тамақты расщепление дейміз, тамақты қысу арқылы фальцетті жасанды миксетке айналдырып көп түрлері бар, да? Сол бойынша егжей-тегжейлі өтетін боламыз. Егер сіздерге контент ұнап жатса, комментарийға жазып кетіңіздер, пайдасы тиіп жатса, тоже жазып кетіңіздер. Потому что әншілерге, барлық әншілерге қызық деп ойлаймын, диапазонды кеңейту жайында, төмен жақта да айту, жоғары жақта да айту. Ең бастысы бұнда диапазонда емес мәселе. Мәселе тембрда. Адам егер өзінің әдемі тембрін тапқан болса, оған бәрі де жарасатын болады. Төменмен де айтқан, жоғарыға да айтқан. Сонымен қатар жоғарғы төмен деп қалмай, дыбыстардың түрлілігіне мән беру керек. Жұмсақ айта білу керек. Динамикалық оттенкалар деп айтып жатады. Крещендо, диминуондо деп айтамыз ғой. Ақырын айту, қатты айту, плотный дауыспен айту, субтон дауыспен айту деген секілді. Осы туралы мен сіздерге қазақша контентте өте өзім опытым бойынша, түйгенім бойынша сіздермен бөліскім келеді. Сіздерді қолдайды деген үміттемін. Есімім Бекжан Қайратұлы болады, Талдықорған қаласынанмын. Так, бірінші рет былай видео түсірдім. Арасында түсіремін, бірақ бұл өте үлкен дүние. Вокалистер үшін ең маңызды дүние, ең маңызды қажет нәрсе ол бізде дұрыс тыныс алу. Ол необходимо прям. Өте қатты маңызды нәрсе. Дұрыс тынысқа байланысты мен видео түсірген болатынмын. Канал видеоның осы арнаның ішіне болған тауып аларсыздар енді. Потому что мен распределять етіп, мына жақта шығады дегендер білмеймін. Былайдан ішке тыныс алу білу керек бірінші. Диафрагмаға, көкеттің түбіне тыныс аламыз. Біз өкпемізді толыққанды жұмыс жасатуымыз керек. Вокалда ғана емес, адам өмірде дұрыс тыныс ала білу керек. Біз көбінесе өкпеміздің жоғарғы тұсымен тыныс аламыз. Толық өзінің максималдық тұрғыда жұмысын жасатпаймыз. Сол үшін бізде көбінесе миға дұрыс оттегі бармауы, қан айналым жүйесінің төмендеуі осы дұрыс емес тыныстан болып жатады. Сондықтан біз необходимо бізге бассейнге түсіріп тұру керек, йогамен айналысу керек. Өзіміздің исламдық тұрғыда медитацияларымыз бар ғой, намаз деген секілді, оның тест деген өте дұрыс медитация деп айтқым келген, жалпы айтқан кезде. Және дұрыс көгетпен тыныс ала білу керек. Біз өкпеміздің толық 100% қызметін жаңартып, жұмыс істетіп, қан айналым жүйесін жақсартып, миымызға жақсы оттегін тасымалдай алатын боламыз. Ол кезде бізде стресс те түсетін болады, ашушаңдықта көп нәрсе түсетін болады. Сондықтан әрдайым тыныс тек вокалда ғана емес, адам денсаулығына да үлкен рөл атқаратын фактор, керек дүние. Мен қысқадан нұсқа айтам, 0-дан бастап айтатындар үшін маған комментарийге номерімді белгілеп қоятын болсам, звондаңыздар, онлайн сабақ өтеміз, потому что қазір ютубта өте көп видео салады, бірақ та практика өте төмен. Бірақ мен барынша практикалық тұрғыда көрсетуге тырысам, бірақ та вокал деген үлкен ғылым, үлкен философия, ол жақта үлкен психология, көп нәрсе жатыр. Ол үшін жеке сабақ алу өте маңызды. Бірақ та мен осы қысқада да сіздерге пайдалы болатындай, көз жеткізетіндей, айтқан сөзімді дәлелдеп беретіндей практикалық видео түсіретін боламыз сіздерге. Барлығымызға қызықты жоғарғы ноталар. Жоғарғы нотаға аттап басып жаңа айтып өткендей, дұрыс тыныс алуды реттеуіміз керек. Сосын резонаторлармен жұмыс жасай білуіміз керек. Кеуде және бас. Резонатор дегеніміз латын тіліне салғанда үн қосамын, жауап қайтарамын деген мағынаны білдіреді. Қарапайым тілмен айтқанда кеуде және бас сүйектерінің жаңғырық дыбыс шығаруы.
резонанстық қасиеті айқын байқалады тербелме жүйе. Біздің кеудеміз қуыс. Бұл жерде үлкен шланг бар, трахея деген, өкпемізге ауаны қамтамасыз ететін, оттегін қамтамасыз ететін, және өкпеміздің ішінде грудной клеткада көп бронх тамырлар бар. Ол тамырларда қуыс, ол жерде ешқандай сұйықтық, қан, су секілді нәрселер болмайды. Бізге ауа тасымалдау үшін бұл жақтың бәрі қуыс болды. Оны сезу үшін міне былай істейміз. Бәрібір десек те, вот мына жақта вибрация сеземіз. Көмейден шыққан дыбыс, тербелістер төменгі грудной клеткада вибрация болады. Денеміз тызылдап, пустой қуыс болғаннан кейін резонанс жүреді. Дәл сол қалпынша бізде гайморный пазух етеді. Бізде гайморит, мұрындағы ластар, маңқа тіреп қалатын, бітеліп қалатын кездер бар. Ана жердегі қуыстарға байланысты болады. Оны сезу үшін басымыз төбеге қоямыз. Бай шашым қатып тұр екен ғой. Отына шешіп қояп. Деп айтатын болсақ, біздің басымызда вибрация болады. Мына жақтың бәрінде вибрация, значит, бұл жерде көмейден шыққан дыбысты дұрыс тыныс арқылы резонаторға жібере алатын болсақ, басымызда да қоса аламыз, басымызда да вибрация болады. Бұл не үшін керек? Біздің диапазонымызды кеңейту үшін, даусымызды барынша әдемі етіп, динамикалық оттенкаларды, динамикалық көркемдіктерді жеткізе білу үшін керек резонаторлардың жұмысы. Көп адамдар былай келеді, мұрнымен сөйлейтін маған. Распевка айтшы десе, дейтіндер болады да. Немесе кейбіреулер болады, слишком глухой звук. Дауысы жыртылып кететіндей не тұрады. Бұл кезде көбінесе адамдар тамақпен сабайтады, кейде және бас сүйекті резонаторларын қолданбайды. Көбінесе олар ұян дауыстар шығаруға қатты қысылатын адамдар солай ақырын сөйлеп, немесе осылай, қалай болса солай сөйлеу арқылы осы нәрсені өздеріне перерабатывать дейді. Саубасына аса қиынашса қабылдап алады, дұрыс емес, дауыс қойып алады. Бұлшықеттердің бәрі үйреніп кетеді. Сондықтан біз резонатор деген үлкен тема, өте үлкен маңызды нәрсе. Біз оны қоса білуіміз керек. Біз резонаторды қоспасақ, бізде әрдайым мынандай звуктар шығатын болады. Осындай жағымсыз дыбыстар болады да. Біз резонаторды қосатын болсақ, дыбыс максимально 160 градусқа өзгереді. Бас және кеуде сүйек резонаторын бір мезетте пайдаланып жатырмын, және дұрыс тыныс алып қана қоймай, сол тынысты қалай дұрыс шығара білу керек. Біз соған мән беруіміз керек. Ары қарата кете береді. Бұл груднойды азайтамыз, ары қарата белтингқа ауысып кетуіміз керек. Миксеп головной голос осылай кете береді. Бұның барлығына дұрыс тыныспен, оны дұрыс шығару және резонанстық байланысқа байланысты. Бұл дұрыс тыныстан кейін екінші шаг, резонаторды үйренгеннен кейін үшінші шаг дауыс қою. Дауыс аппараттарының дауыс қою дегеніміз. Дауыс аппараттарының қимыл қозғалысын пысықтайтын жеке оқыту процесс. Да, біздің дауыс аппараттарымыз бар және олар қозғалады. Дауыс аппараттар қарапайым. Ерін, жақ, тіл, таңдай, жұмсақ таңдай, көмей. Осы бұлшықеттер бізге дауыс аппараттарына жатады. Біз бұл бұлшықеттерді максимально гибкий, шапшаң, тезде жұмыс жасайтындай етуіміз керек. Қимыл қозғалысын біз әртүрлі жаттығулармен пысықтайтын боламыз. Ол не береді? Жоғарғы нотаға барған кезде бізде тіл жату керек, жұмсақ таңдай әрдайым автоматта тұру керек. Біз твэмппен айтқымыз келсе,
таңдайынан түсініп звуктың бәрін мынан шығарамыз, например, немесе бізге глухой, объемный звук керек болатын болса, жұмсақ таңдайды көтеріп хей деп осындай да звуктар шығарамыз. Сондықтан біз осы бұлшықеттерді сезіне білуіміз керек. Біз олардың қимыл қозғалысын пысықтаймыз. Осыған байланысты біз әртүрлі артикуляциялық жаттығулар істейміз. Бұл жайында да мен видео түсірген болатынмын, тынысқа арналған видео түсірдім, резонаторды сезуге арналған видеолар түсірген болатынмын. Және жаңағы дауыс аппараттарының қимыл қозғалысын пысықтайтын. Ол жерге біз жақтарды босатуымыз керек. Жоғарғы нотаға бару үшін бізге жақ бос болу керек. Дыбыс естественно, табиғи болу үшін біз жағымызды босатуымыз керек. Мысалы, төменнен бастап мен американдықтардың бір сөзін жақсы көремін. Қалай сөйлейсің, солай ән айт дейді. Вот эстрадада осы нәрсе необходимо. Біз көбінесе еліктеп басқа біреуге кетіп қаламыз да. Көп жоғарылаған сайын адамдар деп мынаны қысып алады, аузын ашпайды. Бұл өте зиян. Бұндай дыбыспен жоғары нота айта алмайсыз. Даже мен өзім айта алмаймын да. Сондықтан жақты босату керек. Дыбысты шығару үшін жақ әрдайым бос болу керек. Тіл жату керек. Көрдіңіз бе? Деп көтере алмау керек. Тілді әрдайым жатқызуымыз керек. Бұл дыбыстарды дұрыс шығаруға әсерін етеді. Сондықтан, егер де көп жағдай түсінбей жатсаңыз, дұрыс комментария жазып кетіңіздер. Бекжан дұрыс тынысқа байланысты тағы да дұрыс бөлек видео түсіріп берші, резонаторға байланысты тағы видео түсіріп берші, дауыс қоюға, дауыс аппараттарын пысықтауға видео түсіріп берші деп жазсаңыздар, мен әр жексенбі сайын видео түсіріп, аптасына бір рет шығарып тұратын боламын. Сондықтан маған жазып қойыңыздар. Так. Біз вокалда ең маңызды дүние дыхание туралы түсіндік. Резонатордың қаншалықты керек екенін және не үшін керектігін түсіндік. Сонымен қатар дауыс аппараттары, дауыс қою. Ол міне ерін, езі біз максимально аузымызды аша білуіміз керек. Мысалы, Димаш Құдайберген шығатын болса, киноттар фа дегенде де өте керемет жақты байланыс керек та. Жақты ашамыз. Жақ, артикуляция, бет бұлшықеттер бәрі бізде бос, свободный, қысып тұру керек та. Сол үшін бұл жаттығулар өте қатты маңызды. Кейіннен бұл негізі основной дүниелерде өте қатты қажет. Ары қарата интонацияны өзіңіз білесіздер, нотаға дұрыс түсу керектігін, музыкалық қабілеттерді, шығармашылық қабілеттерді арттыру үшін біз разный вокалдық распевкалар мен вокализдер сайымыз. Вокалдық вокализдер. Например, мен ең сүйікті вокализм менің ұстазым Төлеген Дәулетханұлы үйреткен Япырай әнінің вокалисі қатты ұнайды. Біз бұны пиано, крешендо, диминуантамен үйренуіміз керек. Например, мен сізге крешендо деген не екенін айтып берейін. Дыбысты бірте-бірте қатты айтуды крешендо дейміз. Ол міне бұл вокалиспен былай естілетін болады. Бірте қатты болды. Ал диминуэнто деген керісінше қатты дыбыстан бірте пиано ақырын дыбысқа ауысу. Осы нәрсені басқару үшін бізге дұрыс тыныс керек. Және тынысты алып қана қоймай, біз оны дұрыс шығара білуіміз керек. Егер де бізде ән жеңіл, нәзік, субтональный болатын болса, бізге бос тыныс керек. Бос тыныс. Ішке қалай тыныс алдық? Дәл солай. Бос шығарамыз. Например, қандай әнге мысал келтірсек болады?
мысалы lovely, первый хит. Мен ең сүйікті дауысқан пример көрсетейін, не үшін екенін білемін. Басында егер бізге субтон керек болатын болса, find a way out, but you never go away. So I guess I gotta stay now, as if I do wishing бесті твинки. Резонаторға алдыға жібереміз. Бұлшықеттерді настраивать етеміз. Жеңіл дыбыс шығарамыз. Жеңіл тыныс шығарамыз. Бізге плотный бастау керек болатын болса, find a way out, but you never go away. So I guess I gotta stay now, oh, I hope someday. Деген кезде біз груднойға компрессивность қосамыз. Дауыс желбезектеріне компрессия қосамыз, және іште тынысталып, сдержанно аз мөлшерде жүреміз. Бізге жоғарыдан айта керек болатын болса, іштегі тыныстың мөлшерін одан да аз шығарып, төмен қарай басамыз. Опора деп айтып жатады, көбінесе фортепиано көтертіп, үйретіп жатқан болатын. Бұған да тыныстың өзінің айрықша нелері бар да, ерекшеліктері бар да. Тынысқа субтонға айтатын болсақ, біз көп мөлшерде тыныс шығарамыз. Плотный дауыспен айту керек болса, аз мөлшерде тыныс шығарамыз. Например, көп тыныс шығып отыр. Бізде плотный айту керек болса, чуть-чуть тамақ компрессивность қосамыз. Компрессивность связкамызды жиырамыз және тынысын аз мөлшерде шығарамыз. Компрессивность дыбысты, табақты дауыс желбезектерін басқару өте үлкен бөлек тема. Бұл нәрсе бізге белтинг, миксер, твенг деген жаттығуларда керек болады. Вот. Бұнымен сіздер тыныстың қаншалықты пайдасы бар екен, байланысы бар екен түсіндіңіздер. Тыныстың резонатордан қалай бір-бірімен байланыса жұмыс жасайтынын түсіндіріп жатырмын. Қазір мен сіздерге жаңағы жалпы вокалдық обзордың бұл бірінші бөлімі әрине. Мен сіздерге осы айтқан резонатор, дауыс аппараттары және дұрыс тынысқа байланысты қалай жұмыс жасау керек екенін, не істеу керектігін практика жүзінде көрсететін боламын. Вот. Ең бірінші біз әрдайым chest voice-тан, грудной дауыстан бастаймыз. Әрдайым біз ішке тыныс алуымыз керек, өкпеден тыныс. Өкпеден төмен көкеттен тыныс алуымыз керек. Осылай тыныс аламыз. Жеңіл, желпі, өте әдемі, күй, керемет, кайфовый состояние. Өлең айтып, дыбыс шығару кезінде біз ауыздан да, мұрыннан да бір мезетте тыныс шығарамыз. Біз сонда ғана резонанстық байланыс сеземіз. Эй, грудноймен головной сезіну үшін біз бір мезетте жұмыс жасатуымыз керек. Бір мезетте жұмыс жасату үшін бізге м әрпі керек. Деп айтуға болмайды, Спанч Боб секілді. Естественно, қалай сөйлейміз, сол айтамыз. Емін-еркін, ең басты ішке тыныс аламыз. Дыбысты қалай сөйлейміз, дәл солай алда қарай ұшырып шығарамыз. Осылай сеп кеудемізді басымызды сақ, бізде вибрация жүреді. Сезінген боларсыздар. Осы нәрсені, осы қалыпты біз сақтап қалып, дауысты дыбыстарға өтуіміз керек, дауыссыздан. Бізде үнді дыбыстары қатарына жатады. Үнді дауыссыз дыбыстар қатарына. Бізде А әрпі кеудеде де, бас резонаторында да айтылып жатыр да. Сондықтан қайта М әрпіне мән береміз, ортасын үзбей А әрпіне жалғап өтуіміз керек. Былай.
дыбыстауымыз бұл дұрыс жасау, а былай қате. Ма деп айтқан қате. Дыбысты бұзып жібересіздер. Бір сіздерге секрет айтайын, екі резонаторды сезіну үшін кішкене мыдан аға өтіп бара жатқанда чуть-чуть у әріпін қосып жіберіңіз. У бізде табиғатынан екі резонатор байланыстырып тұратын әріп. Муа деп кетті да. Осы біз байланысты сезсек, кеуде және бас сүйектен ары қаратай пол тонымен жоғарыға көтеріле береміз. Осы қалыпты біз тіпті жоғары тондарда сақтап қалуымыз керек. Мында кеуде және бас резонатор бірге жұмыс жасап жатыр. Көрдіңіздер ме? Жеңіл желпі шығады. Мүмкіндіктеріңіз болса, маған Талдықорған қаласына келсеңіздер де болады. Мен сіздерге өте керемет етіп түсіндіріп бере аламын. Живой кездесіп түсіндіргенге не жетсін. Вот. Енді біз резонаторда түсіндік. Дыбысты енді қалай шекеге жібереміз деген сұрақ. Бәрін айтады, баспен айт, басын қос деп айтады. Мен де түсінбейтін ол нәрсені. Енді мұнда еріксіз түрде Андреа Бочеллидің маған бір сөз өте қатты есім. Бочеллидің сөзі есіме түседі. Өздеріңіз білесіздер, әлемнің 7 тенорының қатарына кіретін өте керемет итальяндық соқыр әнші. Ол кісі мастер-классында айтқан болатын. Дыхание это есть пение. Тыныс ол тән ән айту. Тыныс болмаса сән айта алмайсыз. Вот қараңыздар, біз іштен шыққан тынысты ауыздан да мұрнынан да шығарамыз. Біз оны бір мезетте бірге ұшырамыз, ауыздан да мұрнынан да. Деп, мына жақтағы қуыстарды зерттеңіздер мұрнымен, тыныспен. Сосын пиано әдемі жеңіл звуктарды үйреніп отырмыз. Твик арқылы хрипті шығару сақта болады. Сондықтан ауыздан да мұрнынан да тыныс шығару керек, соның артынан дауысты қосу керек, осы моментті үзбей. Жоғарғы нотаға шықтым, доға. Осында да резонатор өте қатты маңызды. Сондықтан сіздер біраз нәрсе түсіндіңіздер деп ойлаймын. Және ең кереметі, қазақ тілінде мен білем, қаншама жастар бар, қаншама үлкен кісілер де бар. Интернетте іздеп, үйреніп жүргендер, ол кісілерге көбінесе орысша келеді, түсінбейді. Сондықтан мен барынша қарапайым қазақ тілінде түсіндіріп беруге тырыстым деп ойлаймын. Сіздерге ұнады дегенде үміттемін. Ұнап жатса, лайктарыңызды басып, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Әрине түсінбей жатқан жерлеріңіз комментарийге жазыңыздар, мен әрдайым жауап беремін. Сіздерге түсіндіруге тырысамын барлығын. Давайте мен сіздерге жаңа артикуляция деп айтып кеттім, соған байланысты өте қызықты жаттығу үйретейін. Біз артикуляция арқылы дауыс аппараттарының қимыл қозғалысын қазір пысықтайтын боламыз, тездетіп жұмыс жасайтын боламыз. Ол өте маңызды жаттығу. Біз жақтың тездетіп ашылып жұмыс жасауын, езудің жиырылып, қайдан қалпына түсуін біз өте жылдам процесте жасауымыз керек. Ол үшін бізге мынандай нәрсе керек. Қызықтырақ болсын деп. Сейчас, подождите. Что можно добавить? Ну, латинация. И надо же толстить.
Түсінбеген жастар бар. Біз максимально алдыға ерінді созып үлгеруіміз керек. Ашық дауысына а деп аузымызды кейіннен ашып үйренуіміз керек. Ең бірінші медленно жасап көрейік, сосын темппен жасайтын боламыз. Ля мажор тона дегеннен алам. Ұлдарға да максимально төмен болмайды, қыздарға да ыңғайлы нота. Айтып көрейік, ұлдар, жігіттер біз былай бастаймыз. Көрсе ба? Жақ барлығы тез жұмыс жаса керек. Көрейік, жұмыс жасап, қызық болсын темппен. Қиын жаттығын, мына жақтарымыз тап қалуы мүмкін. Бірінші айтқанға өте қиын болады әрине. Сондықтан бастан аяқ видео түсіретін боламын. Сол видеоны көріп күнделікті артикуляцияға арналған жаттығу істеп жүрсеңіз, дұрыс тынысқа арналған жаттығу істеп жүрсеңіз, сіз көп нәрсе ұтатын боласыз. Және постепенно мен лекцияларымды, видеоларымды көру арқылы сіз біліміңізді кеңейтіп, вокалға жаттығудан қарағанда миды сендіре білген ең маңызды дүние. Адам психологиясы ол өте ерекше дүниеде. Біз өзімізге сенбесек, біз обязательно жоғары ноталарды алмаймыз. Біз өзімізге сенбесек, біз бір нәрсеге көзіміз жетпесе, обязательно біз дұрыс тыныспен, дұрыс вокал тұрмақ көп нәрсе түсінбейтін боламыз. Көп нәрсе түсінбейтін боламыз. Поэтому мен айтып жатқан лекцияларымды миларыңызға тоқып, логикалық тұрғыда миларыңызға жете білсе, сіздер көп жетістікке жетесіздер. Мен түсінгенім сол практикалық жүзіне жеткізетін болсақ. Сондықтан тамаңыздар, ізденіңіздер. Мен жалғыз пока что Қазақстанда контент осындай, тіпті арзандық штатив болсын, фортепиано болсын, арзандық телефон болсын, видео түсіріп сіздерге барынша жеткізуге тырысып жатырмын. Ең бастысы қымбатта емес, сапада. Сіздерге сапалы білім беріп жатырмын деп ойлаймын. Сондықтан тіркеліңіздер, комментарий жазып, түсінбей жатқан жерлеріңізді менен сұраңыздар. Көп рахмет. Екінші бөлімін қазір түсіріп салармын.